Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге рулет жасап көрсететін боламын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 2 ыдыс қажет болады. Жұмыртқаның ағын бөлек, сарысын бөлек осылай бөліп алыңыздар, бір-біріне араласып кетпесін. Сіздер рулетті қалай жасайтындарыңызды білмеймін. Маған келін болып түскелі осылай үйреткен үйдегілері. Барлығынан 5-5 қасықтан салып отырамыз. Жұмыртқаны ғана 3 жұмыртқа аламыз. Осылай жұмыртқаның сарысына азырақ шым-шым тұзбен 1 ас қасық құмшекерді салып, осылай жақсылап араластырып алып, екінші рет тағы да құмшекер салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мен қазір ручноймен істедім. Негізі миксермен істесеңіздер жақсы шығады. Жұмыртқаның ағына да осылай 2 қасық құмшекерімді салып араластырып алдым да 5 қасық сухой молоко салдым. Сосын жаңағы жұмыртқаның сарысын қайтып бір-біріне құйып, бір-біріне біріктірдім. Негізі миксермен жұмыртқаның ағы мен сарысын жақсылап көпіртіп алсаңыздар, рулеттеріңіз тіпті керемет шығады. Енді мен аяқ асты миксерім бұзылып қалып, осылай ручноймен істедім. Соның өзінде керемет болып шықты. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 5 қасық ұн саламыз. 1 чайная ложка қопсытқыш салып, осылай жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май құюды ұмытпаңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді табамызға пергамент қағазын жақсылап майлап, осыған бір тегіс қып жағып шығамыз да 150 градусқа 10 минутқа 15 минутқа пештеріңіздің қызғанына байланысты пісіріп алып, піскеннен кейін ыстықтай ораңыздар, сонда бөлінбей тез оралатын болады. Майлықтың үстіне осылай бөліп алып, бетіне мен варенье құйдым. Енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша арасына сливки құйып, дайын крем құйып не алсаңыздар да болады. Арасына клубника не болса, арасына турап салып жіберсеңіздер, онда тіптен керемет болады. Алдын ала мен кесіп алмадым. Сіздер алдын ала кесіп алып не алсаңыздар да болады. Мен орағаннан кейін 2 шетін кесіп тегістеп алып тастадым. Балдарыңызға жасап беріңіздер. Мен көбінесе садиктен келетін балдарыма осылай пісіріп, күнде бірдеңе дайындап отырамын. Өзім осылай күнде пісіргенімді осылай YouTube каналымен бөлісіп отырамын. Сіздер рулетті қалай жасайсыздар? Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Оны да жасап көруге тырысамын. Күннен күнге шыңдалған дұрыс ас болсын, жасап көріңіздер.